Бәрімізге ақша керек. Неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы. Өйткені ақша біздің статусымыз, өмір сапамыз барлығын анықтайтын құралға айналды. Бірақ өз өміріңізді ақшаға тігіп ойнар ма едіңіз? Ақшаның құны қанша? Бүгінгі фильм осы жайлы болмақ. Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Бүгін біз сіздерге 2012 жылы жарық көрген Would You Rather, яғни әлде мынаны қалайсыз ба? Видео өте қызықты болмақшы, сондықтан мен көпке созбайын, ал сіздер не істеу керек екенін білесіздер. Фильмнің басында біз басты кейіпкерлермен танысамыз. Бұл Айрис. Ол жалғыз өзінің сырқат інісімен өмір сүреді. Інісі жай ғана сырқат емес, қатерлі ісікке шалдыққан. Әрине оған шұғыл түрде ота жасау керек. Ал ол үшін қыруар ақша керек. Бірақ қарапайым тіршіліктегі адамдарда ондай ақша қайдан болсын? Айрис байқұс барынша еңбек етсе де, отаны шұғыл тұрмақ 10 жыл жұмыс істеп таба алмайтын халде. Әрине үмітсіз шайтан. Айрис інісінің дәрігерімен жиі кездеседі. Бұл доктор Барден. Ақшаға мұқтаж болып жүрген Айристі доктор Барден Шепард деген байекемен таныстырады. Байеке орнынан тұрып, мен сіздің ініңіз жайлы естідім, және мен көмектесуге дайынмын дейді. Бір жағынан доктор Барден, бұл кісі көптеген мұқтаж жандарға көмек қолын созған өте қайырымды адам дейді. Ақылды Айрис, ол көмек үшін не талап етесіз дейді. Сөйтсек байекең бір топ адамды жинап алып, ойын ұйымдастырып жеңімпазға ғана мол мөлшерде ақша береді екен. Қысқасы мистер Бист қой. Айрис күмәнданып келісімін бермейді, ал байеке әлде ойланып көрерсіз деп номерін қалдырып кетеді. Ал кешкісін Айрис терең ойға батады. Ары ойланып, бері ойланып, ақыры әлгі ойынға баруға шешеді. Номерге қоңырау шалып, арнайы көлікпен белгісіз қала шетіндегі хауызға келеді. Келсе айтылғандай бір топ адам жиылыпты. Олар шоколад, қалқанқұлақ, дуанбасы, білгішпек, желаяқ, пістегүл және кәрі әжей. Одан біз өткен уақыттағы оқиғаны көреміз. Әлгі Айрис кеткен соң, доктор Барден мен байеке кеңесіпті. Доктор Барден, негізі Айрис керек емес сынды, ойынды ойнай алмайтын сияқты дейді. Ал байекең, қателесесің. Ол ең керемет қатысушы, керемет үміткер дейді. Осын есіне түсіріп доктор Барден үйде күйзеліп отырады. Ал мына жақта байеке және оның баласы қонақтарды күтіп алады. Сол үстіне стейк және вайн қойылады. Сол кезде Айрис қолын көтеріп, мен вегетариан едім, сіздер ет ұстаған бар ма дейді. Ал байеке сол үстіне $10,000 шығарып келіп, егер сіз осы етті жейтін болсаңыз, осы ақшаны сізге берейін дейді. Айрисіміз намыстанып ұрсама десек, етті сүйсіне жей жөнеледі. Байеке зәр күлкімен, өмір бойғы ұстанымыңды $10,000 бұзып жібердің ба? Деп сөзбен шым-шым алады. Ал мына жағында дуанбасы вайн орнына су ішіп отыр екен. Оғанда қарап, неге вайнды ішпейсіз десе, дуанбасы, мен ішімдікті қойғалы көп болды, мен мүлде ішпеймін деп ант бергенмін дейді. Сол кезде байеке тағы да $10,000 шығарып келіп, қане, енді ішесің ба? Жоқ. Онда мына вискиден татып көріңіз. Осылай ойынмен танысатын уақытта келеді. Ойын өте қарапайым, әрбіреуіңізге 2 таңдау беріледі. Соған байланысты тапсырмаларды орындайсыздар. Орындамасаңыздар ойыннан шығасыздар. Ал 15 секундтың ішінде шешім шығармасаңыз, тағы да ойыннан шығасыз. Ал істесеңіз жалғастырасыз. Ең соңғы ойында қалған жалғыз адам жеңімпаз атанады. Солай бөлмеге тоққа соқтыратын тергеушілердің қолданатын аппаратын алып келеді. Бәрі шошып кетеді. Әлгі дуанбасы, мен және $50,000 алып алған, маған сол да жеткілікті, мынандай ойындарын құрсын, айырып ал деп кетем деп жатқан кезінде солай барлығы неге байланысқанын енді түсінеді. Бірінші, шоколад пен пістегүлдің басына құралды кигізіп шоколадқа. Сен мына көк батырманы бассаң, өзіңді тоққа соғасың, ал қызылын бассаң, пістегүлді тоққа соғасың. Қайсысын таңдайсың? Ойлануға 15 секундың бар дейді. Пістегүлдің көзі жәутеңдеп шоколадтың еркектік намысы жібермей, ол өзін таңдайды. Ал одан пістегүлге сен әжейді тоққа соғасың ба, өзіңді соғасың ба десе, пістегүл еш ойланбастан әжейді таңдайды. Кәрі адамға ауыр тиіп, әжей бір дүниеге барып келеді. Одан кезек әжейге келіп, әжей білгішпекті таңдайды. Ал білгішпек өз кезегінде желаяқты. Ал желаяқтың кезегінде Айрис келеді.
Желаяқ ер мінезді болған соң өзін таңдап 2 рет тоққа түседі. Одан кезек әрине Айрис және шоколадқа келеді. Айрис шоколад бір рет тоққа соғылып қойды ғой деп өзін таңдайды. Ал мына жақта доктор Бартон істегеніне өкініп Айристі құтқаруға жолға шығады. Ал мына жақта Байекеңнің баласы сендер сондай жиіркеніштісіңдер. Ақша үшін бәрін жасауға дайынсыңдар деп келгендерді сөзбен келемеш деп ырвындайды. Оған білгішпек ашуланып 69 мыңнан бір азды айтады. Одан көп ұзамай екінші ойын басталады. Байеке, осы жолы да өте қарапайым. Сендерде 2 таңдау бар. Бірінші ойында Айрис бастайды. Айрис, сен мына бізбен білгішпекті бір қадайсың ба, әлде мына мен дүре соғасың ба дейді. Сөйтсе білгішпектің өзі маған дүре соға сал дейді. Солай Айрис білгішпектің арқасына 3 рет осып жібереді. Мына дүре соғып жатқан ағашы жай ағаш емес екен. Білгішпектің арқасы сұмдық жараланады. Одан кезек желаяққа келіп, ал оның құрбаны қайта білгішпек таңдалады. Әрине, неге білгішпек 2 рет таңдалғанын білеміз. Солай бұл ойында еш әділдік жоқ екеніне куә боламыз. Білгішпек тағы өзіне дүре соға сал дейді. Солай білгішпек тағы дүре соққызады. Одан кезек білгішпектің өзіне келіп, бірақ Байеке ережені өзгертіп, білгішпек сен өзіңе дүре соққыз, немесе желаяққа біз қада дейді. Байқұс білгішпекке бірден мен жараландым деген секілді өзін таңдайды. Бірақ білгішпек ауырсынуды көтер алмай талып қалады. Кезек қалқан құлаққа келіп, әжеге біз қадайсың ба, әлде 3 дүре соғасың ба дейді. Дүренің ойыншық емес екенін түсінген ол әженің санына біз қадап қалады. Ал әже өз кезегінде Пістеуілге біз қадайды. Ал Пістеуіл Айриске біз қадайды. Сол уақыттарда хауызға әлгі доктор Бартон жасырын кіріп келе жатады. Ал біздікілер ойында жалғастыруда. Сол арада біздің байқұс әжетай ауырсынуды көтере алмай көз жұмыпты. Байеке әжетай көз жұмса да ойын әлі аяқталған жоқ. Шоколад, сен желаяққа біз қадайсың ба, әлде білгішпекке дүре соғасың ба дейді. Онсыз да беті бер қараудан кетіп қалған білгішпекке дүре соғайын дейді шоколад. Білгішпек осылай мәңгі ұйқыға кетеді. Әбден үрей мен шокқа түскен біздікілер көздің қимылдарымен бір мезетте қашуға шешеді. Бәрі бір мезетте тұрып жан жаққа жүгіре кетеді. Бірақ әрине қарулы адамдардың алдында не шара? Бейшара шоколад тіл тартпай кетеді. Айристен басқасы тездетіп орнына отыра қалады. Ал Айристе көп ұзамай ұсталады. Бірақ сол сәтте біздің доктор Бартон шығып келеді де бір ауыз сөз айтпай шекесінен қағатылып өледі. Солай Айристе ойынға қосылады. Әдеттегідей Байеке жоғарғы көңіл күйде келесі ойында таныстырады. Шарттар өте қарапайым. Кездейсоқ тарайтын тапсырманы орындау, немесе мына бөшкедегі суға басыңды тығып 2 минут балық бола тұру. Бірінші кезек қалқан құлаққа келеді. Ол кездейсоқ тапсырманы таңдап, ішінен динамиттің суреті шығады. Сөйтсе онысы қолына динамитті скотчтап тұрып жару екен. Динамит жарылғанда қолмен қоса шокқа түсіп жүрегі де жарылып, ол байқұс о дүниелік болады. Одан желаяққа кездейсоқ тапсырма немесе 2 минут суға басыңды тығу дейді. Желаяқ үмітпен кездейсоқ тапсырманы таңдайды, ал оған бір көзін өзі соқыр қылу тапсырмасы беріледі. Басына тапаншаны тақатып тұрып, көзін өзі өткір затпен кесіп өтеді. Ал кезек Айриске келіп, ол 2 минут суға басын тығуды таңдайды. Темекі вейп шекпеген өкпесінің арқасында әрендеп 2 минут шыдайды. Пістеуіл өзінің алдындағы 2 адамның кездейсоқ таңдаған тапсырмаларын көре тұрып, кездейсоқ тапсырманы таңдайды. Солай ол 2 емес 4 минут бөшкедегі суға басын тығу тапсырмасын алады. Қайдағы 4 минут 30 секунд шыдамай сол жерде о дүниелік болады. Солай соңғы ойында келеді. Байеке Айрис және желаяқ тиын лақтырып таңдау жасау мүмкіндігін анықтаймыз дейді. Сан болса Айрис, сурет болса желаяқ. Тиын Айриске түседі. Ал Айриске таңдау ретінде қолына тапанша беріп, желаяқ екеуін құр қол бұл жерден қашып кетіңдер, немесе қолындағы тапаншамен желаяқты өлтіріп, өміріңнің соңына дейін жететін ақшаны алып қайт дейді. Айрис, бұл жерден тез құтылайық. Бітті бұның бәрі, қашайық.
Айрис қандай шешім шығарады деп ойлайсыздар? Қашу ма, әлде өлтіріп ақшаны алу ма? Тауға тырысып көріңіздер. Дәл қазір комментарийге ойларыңызды жазып көріңіздер. Жылдам. Байеке Айриске айтылған ақшаны береді. Солай байқұс үйіне келеді. Жара болған денесін емдеп, інісіне жаңалықтарды бөліске бөлмесіне кіреді. Сөйтсе, інісі Айрис жоқта өз-өзіне қол жұмсапты.